Армысың қазақ. Осы жерде бір сөзді айта кетейін. Бізге 300-ні айтқызып қойды. Біздің даламызға келгендердің бәрі, не бір саясатын алып келгендердің бәрі 300-ні айтқызып қойды. Олы орта кіші дегізіп. Содан кейін оны аударды. Сенің миыңды шіріту үшін. Қалай аударғанын білесің бе? 3 дегенді аударды, 100 дегенді аударған жоқ. 3 жүза деді да қойды. Сонымен трайбализм ауруына ұшырады. Не 100 деген сөз аударуға келмей ма не? 100 деген аударуға келмей ма? Егер бүкіл әлемнің халықтарының сөздік қорында 100 дегенді аударатын сөз болмаса, онда қазақ әлемнен бір сөзді артық білген ғой. Бір құпияны артық білген ғой. Ал ақиқатына келсең, 100 деген 100 деген сөз. 100 деген плавай деген сөз. 100 дегенің лик деген сөз. Ана біздің даламызға келген Авраамның тұқымдарының орыстарға кіріп кеткен дүниетанымы христианство бойынша бидет. У Бога есть 3 божественного лика, он человека делал подобным себе дейді. Біз айтамыз, 3 жүзіміз бар. Мы подобный Богу дейміз. Ұғып отырсыңдар ме? Әлде ұқпай қалыңдар ма? Бірақ бізде 500 ғой. Ал ғылым айтады, мына тірі әлемді жасайтын 5 лик бар дейді. 5 нуклеотид бар дейді. 5 дейді. Аденин, гуанин, цитозин, тимин, урацил дейді. Ол сіз тірі әлем жасалынбайды дейді. Ал бізде 500 бар. Шежірені ақтарып қарасаң, 500 бар. Ол 100, орда 100, кіші 100, 1000 100, 40 100. Христианствоны орнына қоятында заңдылықты айта алады екенбіз. Ғылым мәнінде теңеселетін заңдылықтарды айта алады екенбіз. 500-іміз рулар мен аталарымыз, 20 елшілеріміз біздің дін діңгегіміз. Сондықтан мен Тәңір, ол біздің дін діңгегіміз деп жүрмін. Солай бауырым, қазақтар, сендерге айтып отырмын. Бізді ешкім келек ете алмайды. Біздің ұлтымызды келек ету мүмкін емес. Бізді айыптауға болады. Сондай заңдылықтардың бәрін біліп отырып, тасқа адамның нейрондарының суретін салып қойып отырып, мынандай жағдайға құлағанымызға айыптауға болады.